Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге судың пайдасы туралы айтатын боламын. Видео ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Су тіршілік нәрі. Ғалымдардың айтуынша адам организмі 86% судан тұрады екен. Егер де организмде судың мөлшері азайса, онда адам әртүрлі ауруға шалдығады. Адам организмі бір тәулікте шамамен 1,5-2 литр су жоғалтады. Сондықтан адам күніне сонша су ішіп отыруы қажет. Таңертең аш қарынға суды ішуді әдетке айландырған дұрыс. Мидан бастап асқазанға дейін денедегі бүкіл мүшелердің су қажеттілігі бар. Сондықтан мол су ішіп, денедегі су жетіспеушілігін алдын алу керек. Судың адам ағзасына деген пайдалары: дене температурасын тұрақтандырады, азық, қалдық және оттегі тасымалдайды, бүйрек және бауырдағы қалдықтарды тазалайды, витамин және минералдың тарауын қамтамасыз етеді, денені жарақаттанудан қорғайды, клетканың және бұлшық еттерінің бірігуін қамтамасыз етеді. Денеде болатын күніне 2-4 литр су шығынының орнына қайта толтырып тұру қажет.